Енді бүгінгі күні біздер мына ауыл аманаты жобасын түсіндіру, насихаттау, түсіндіру жұмыстары жүргізу бойынша Шыңғырлақ ауданына келіп, осы жердегі кеңселік жоба өкілдеріменен, бөлім басшылары, селолық округ әкімдеріменен, несие алуға ниет білдірушілермен жаңағы жиын өткізіп, бұл жерде осы ауыл аманаты жобасының мақсаты, жобаның негізінен ауыл тұрғындарына не беретіні, жобаны іске асыруда қандай жаңағы шаралар бар екенін осы жөнінде жаңа түсіндіру жұмыстарымен келіп жатырмыз. Енді биылғы 24 жылы ауыл аманаты жобасы бойынша мынау ережелер бекітілді. Негізінен 23 жылда ережелер болды. Бірақ 24 жылы осы сәйкесінше былтырғы 23-те болған жаңағы кейбір үйлеспейтін жерлерді мемлекет тарапынан жаңағы ережені қайта бекітіп, сол ереже арқылы биыл бірталай өзгерістер болды. Сол өзгерістерді мынау ауыл тұрғындарына жеткізіп, соларға түсіндіріп, осы жылы қандай жаңағы бағыттарға жұмыс істеуіміз керек, осы мақсатта келіп жатырмыз. Енді Батыс Қазақстан облысы бойынша ауыл аманаты жобасы 23 жылда іске асты. 23 жылы жаңа бөлінген 6 миллиард 400 миллион қаражаттың 6 миллиард 148 миллионы ауыл тұрғындарына жаңағы несиелендіріп берілді. Бұл жаңағы 4 бағытта жұмыс істеді. Атап айтқанда жаңағы мал шаруашылығы бойынша соның ішінде сүтті бағытқа, одан кейін өсімдік шаруашылығына, құс шаруашылығына, одан кейін жаңағы түрлі ауылдағы ауыл шаруашылығы емес кәсіпті дамытуға. Енді сәйкесінше 2024 жылда облыстағы жаңағы облыс әкімінің жанынан құрылған осы жұмысшы тобы салалық басқармалармен келісе отырып, 24 жылға осы ауыл аманаты жобасына 8 бағыт белгілеп алдық. Олардың жаңағы атап өтетін болсақ, негізінен басым бағытты бұл жаңағы халықтың жергілікті ауылда халықтың басын біріктірудің бірден бір мақсаты, бұл жаңағы өнім өндіруге жаңағы мүмкіншілік беру, одан кейін алынған өнімді сату мақсатында мынау кооперативтер, ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтер құру үшін бірінші басым бағытты жаңағы соған берілді. Одан кейін жаңағы өсімдік шаруашылығы, одан кейін құс шаруашылығы, басқа мынау былтырғы бағыттардың қайталап жаңағы сүт бағытындағы малдарды өсіру, одан кейін жаңағы ауылдағы жеке кәсіп, басқа да кәсіптерді дамыту. Тағы бір ерекшелік, бізде енді облыста бір кенжелеп қалған шаруалардың бірі бұл балық шаруашылығы. Осы балық шаруашылығына көңіл бөлу мақсатында осы бағытқа енгіздік. Одан кейін жаңағы мынау бал арасы, омарта шаруашылығы. Одан кейін жаңағы бордақы, ірі қараның етті бағыттағы бордақылау, одан кейін жаңағы мынау қой малдың еркек тоқтыларын бордақылау. Осы бағыттарда жұмысты бастадық. Негізгі шарттары енді ауыл аманаты 2,5% беріледі. Мал шаруашылығына 7 жылға дейін, басқа жаңағы кәсіпкерлік түрлеріне 5 жылға шейін, 24 ай, яғни 2 жыл каникулы бар. Бұдан кейін жаңағы кепілге ауылдық жерлерде болсын, қай жерде болсын, мынау жылжымайтын бөлік, оның ішінде жеке тұрғын үйлер, болмаса жаңа қойма, кафе, ресторан, кез келген жаңа жылжымайтын мүлікке қойылады. Сонымен қатар жаңа техникалар жаңағы кепілге алынады. Бұдан басқа жаңағы кепілге қоюшы тек қана өзінің мүлкін емес, яғни жаңағы ағайынның мүлкін, басқа да өзіне кім мүлікті бере алады, соларды қоя алады. Мүлікті тек қана сол ауылдан несие алу, сол ауылдан емес, басқа ауылдардан да, болмаса басқа қалалардан да қоя алады. Енді осы ауыл аманаты несиеленген кезде кімдерге берілмейді? Бұл деген жаңағы не үшін берілмейді? Бұл жаңағы жеке автокөлік сатып алу үшін берілмейді. Жеке тұрғын үй болмаса жаңағы кәсіптік жаңағы ғимараттарды салуға берілмейді. Бұл жаңағы жергілікті жерде 12 айдан кем тұрған тұрғындар болса,
мысалы оларға берілмейді. Биылғы жылдың ерекшелігі мынау жаңағы ауылдық жерде жаңағы есепте 12 айдан кем тұрмау керек. Соларға ғана беріледі. Осындай жаңағы ерекшеліктер мен өзгешеліктер бар. Осы бағытта біздер түсіндіріп. Енді тағы бір айта кететін жағдай, былтырғы жылы мынау ауыл аманат жобасы жаңа қаржыландыру кеш келіп қалды да, біздің өңір бойынша өсімдік шаруашылығы, құс шаруашылығы көп ниет білдірушілер қаржы ала алмай қалды. Биылғы жылы жаңағы бізде жаңағы қайтып келген жаңағы қайтарылған несиелердің арқасында қазір қаражат бар. Сондықтан да қазір мынау ауыл тұрғындарын, бүкіл жаңағы өңірдегі ауыл тұрғындарын шақырамыз. Қазіргі кезде бізде қаражат бар өсімдік шаруашылығына. Бұл яғни теплица, бұл яғни жаңағы жеміс ағаштарын өсіру алқаптарын көбейту, бұл жаңағы картоп, көкөніс өсімдіктерін өсіру, осыларға жаңағы мынау тамшылатып суару, жаңағы жабдықтарын сатып алу, тағы да басқа жабдықтар сатып алуға, болмаса тұқым сатып алуға беріледі. Одан кейін жаңағы құс шаруашылығына беріледі. Жаңағы құс шаруашылығы бройлер асырауға, жаңағы жұмыртқалайтын тауықтар асырауға, болмаса қаз, үйрек асырауға. Неге десеңіз, қазір уже көктем жылдың басы, ертең 1-2 айдан кейін көктем туады. Ана қаражат келіп түскенше осы кешігіп қалады былтырғыдай. Сондықтан да биылғы қаражаттан қазірден бастап біз қаржыландырып жатырмыз. Сондықтан осы тұрғындарды осы өсімдік шаруашылығы бойынша, құс шаруашылығы бойынша келіп, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына келіп, құжаттарын тапсырып, биыл кредит алуға болады. Сосын енді 24 жылдың мынау тағы бір ерекшелігі, бұл кеше ауылдық жерлерде жобалық кеңселер ашылды. Округтерді ашуға жаңағы біздерге тапсырмалар берілді. Солар ашылды. Сол жобалық кеңсенің әрбір селолық округте жұмыс тобы бар. Бұл жұмыс тобы округ әкімінен бастап, сол жердегі белсенді азамат пен азаматшалар, түрлі қоғамдық ұйымдар, ауылдық жердегі солар кіреді. Солар жаңағы өздерінің несие алушыға жаңағы бағыттарын береді. Сосын несие алушыларды сол жерде мақұлданады. Сәйкесінше сол алған ұсыныстармен біздерге келеді. Біздерге келіп жаңағы ұсыныс алып келгеннен кейін біз несие береміз. Қазір мына несие беруді негізінен бағытынан айқындауды, сосын кімге беруді жергілікті жаңағы жобалық кеңсенің арқылы жүреді.